2026 жылы Wildberries арқылы алғашқы миллион табудың 5 нақты қадамымен бөлісетін боламын. Қазір көп адамдар Wildberriesке, жалпы маркетплейске кіруге кеш болып кетті деген оймен әлі әрекет етпей жүр. Ал кіріп сауда жасап жүрген адамдар крупняк продавецтермен конкуренцияға шыдаймын деген оймен өз потенциалдарын вообще қолданып жүрген жоқ. Сол себепті мен осы каналды ашып, сіздерге бұның бәрі миф екенін және маркетплейстер арқылы сіз әлі де миллиондаған табыстарға шыға алатыныңызды тегін көрсетіп беретін боламын. Мен Арман Сыдықбай, Wildberries арқылы 100 миллионнан астам Қытайдан закуп жасап, айына 60-70 миллионнан жоғары оборот жасап жүрген экспертпін. Бұл видеода бүгін біз мына тақырыптарды қозғайтын боламыз. 2026 жылы ВБ-да жұмыс істейтін стратегия, дұрыс нишаны қалай таңдаймыз, өз брендіңізді жасау арқылы конкуренциядан қалай шығу керек, карточканы қалай дұрыс толтыру керек, SEO оптимизацияны қалай жасау керек, ішкі және сыртқы рекламамен қалай жұмыс жасау керек, соның бәрін толықтай көрсетіп өтетін боламын. Видео соңында сіздерге өзімнің тегін сабағымды алуға мүмкіндік беретін боламын. Ал бастайық. Wildberries'тегі ең үлкен қателік ол бәрі сатып жатқан товарға кіру. Не себепті десеңіздер, ол трендовый товар. Трендовый товар дегеніміз ол мысалға тренд осылайынан келетеді, бір уақыттарда ататын болады. Атқан уақытында ғана жақсы сатылады, одан соң продажасы түсіп кететін болады. Демек бұл жерде трендовый товарға кіру үшін обязательно алдын ала 2-3 ай алдын кіруіңіз қажет. Не себепті десеңіздер, тренд пикте тұрған кезде кіретін болсаңыздар, ол жерде уже продажа пикте тұрады, и сол себепті ол жерде уже нишада тренд өтіп жатқан соң демпинг басталып кетеді. И сол үшін бүкіл ақшаңды тренд товарға салу бұл абсурд болып саналады. 2026 жылы дұрыс стратегия ол зеленый нишаға кіру. Зеленый ниша дегеніміз ол не? Бұл жерде спросы бар товар, конкуренциясы нормальный, и одан кейін бұл жерде демпинг басталмаған ниша. Ол үшін сізге насмотренность дамыту, және де трендті алдын ала сезу керек, и одан соң аналитиканы үйрену керек. Ал дұрыс аналитика жасау үшін MStats және де Market Guru деген аналитикалық программалар бар. Сол арқылы қалай анализ жасау керектігін көрсететін боламын. Міне, мына жерде аналитикаға MStats-қа кіреміз. Біз бұл жерде красота кремі категориясына кірген болатынбыз. Содан кейін продавцы разделіне кіріп қарайтын боламыз. Бұл жердегі қарайтынымыз топ 10 конкурент нарықтың 60%-нан көбін алып отырса, значит ол нишаға кіру қиын болады. Ал мына нишаны қарайтын болсақ, бұл жерде рыноктың 70% былай айтқанда бос. Тағы бір маңызды критерий. Бұл жерде қарайтын болсақ, сіз обязательно бірінші юнит экономикасын есептеп шығу керек болады. Юнит экономика дегеніміз не? Юнит экономика ол жерде бірінші ол товардың себестоимость, логистика, хранение, рекламный расход, налог, осын бәрін есептеген кезде сіз маржаңыз если 30%-тен жоғары болмаса, значит ол нишаға кіру қажет емес. Не себепті десеңіздер, сіз мысалға 100 миллион оборот жасап жатсыздар. 100 миллионның сіз ол жерде 30 миллион теңге пайда табасыз. Ал если бұл жерде қараңыз, 50 миллион оборот жасап, маржасы 60-70%-ке кіретін болсақ, ол жерде уже маржинальность жоғары болады. Сен лучше жаңағы 100 миллион оборот жасап, 30 миллион тапқанша, лучше 50-60 миллион оборот жасап, 30 миллионды тапсаң болады. Wildberries'те алғашқы миллионға шығудың екінші қадамы. Бұл жерде біз Қытайдан жеткізу және де товарымызды под свой бренд жасауды айтатын боламыз. Көп адамдар қазір базардан, барахолкадан товар алып, Wildberries'те сатып жатады. Бұл стратегия негізінде қысқа мерзімге арналған жұмыс. Себебі бұл жерде сіздің маржаңыз өте төмен болады. 10-20%, 30% маржаға жұмыс жасайтын боламыз. Не себепті 10-20% деп жатсаңыз, бұл жерде сіздерде посредник өте көп. Өйткені завод фабрикамен посредниктер барахолкаға келем дегенше кемі 3-4 адамның қолынан өтетін болады. Ал если прямой завод фабрикаға шығатын болсаңыз, маржаңыз 50, 60, 100, 200%-ке дейін көрсетсеңіз болады. Бренд дегеніміз уже сіз барахолка или же базардан алып жүрмейсіз. Не себепті десеңіз, бұл жерде Қытайдан прямой завод фабрикадан өзіңіз тызы беру арқылы товарыңызды уникальный қылып шығарасыз. Уникальность болған соң, ол жерде уже маржаңыз кемі 200, 300, 400%-ке дейін өсірсеңіз болады. Тағы бір маңызды ереже логистика. Логистика егер товарымыздың құнынан 20% шығып жатса,
ол кезде уже маржаңыз төмендеп кетеді. Wildberriesте саудаңыз нестабильный болады. Wildberriesте миллиондар табудың үшінші қадамы. Бұл жерде карточка создавать ету, оның ішінде контент, SEO оптимизация и одан кейін обязательно жаңағы визуал. Wildberries бұл визуалды платформа. Адамдар алдымен визуально көреді, сосын ғана информацияны оқиды. Яғни көзге әдемі көрінген карточканы бірінші таңдайтын болады. Сондықтан сіздің карточкаңыз жай ғана фото емес, маркетинг құралы болып көзге жарқ еткізіп түсу керек. Инфографикада товардың ерекшелігін емес, пайдасын көрсету керек. Міне, давайте наглядно көрсетейін. Мен мысалға Wildberriesке кіріп, мұнда аэрогриль заказ бергім келеді. Енді аэрогриль заказ беретін болсақ, мен бастапқыда конкуренттердің осы жерде товарларын қарап шығатын боламын. Как клиент заказ бергім келсе, мен әдемі суреттерге қарайтын боламын. И обязательно видеосы болса, товардың наглядно көрсетілетін болса, ол кезде ол адамды зацепляет, былай айтқандаша. Міне мысалға мен мына товарды таңдайтын едім. И одан кейін не себепті мен бұл товарды таңдап тұрмын? Потому что бұл жерде видео қосылған и видеода полностью наглядно осы бренд бойынша көрсетіліп тұр. Қай товардың преимуществосы. Ал мынау екінші конкурентіміздің товарын қарайтын болсақ, бұл жерде видео жоқ. Товарды раскрыть етіп полностью көрсетілмеген, былай айтқанда. Ал мына товарды полностью ашып көрсетіп тұр. Ішінде қалай жұмыс жасау керек, қалай пісіреді, не пісіреді. Вот сол үшін мен осы товарды таңдайтын едім, клиент болып заказ беретін болсам. Ал бұл жерде ендігі мәселе SEO оптимизацияда өте маңызды. Не себепті десеңіздер, қараңыздар. Міне мысалға, мына товардың SEO оптимизациясын қай жақтан қараймыз? Через MPStats, полная аналитика деп басып, мына жерде кіретін болсақ, аэрогриль айына 2 миллион рубль оборот жасап жатыр екен. Оның астына түсетін болсақ, міне видимость на Wildberries, частотностьқа басамыз, и дальше біздің ең ключевой, высокочастотный ключевой сөз бойынша аэрогриль бұл товар 22-ші, 37-ші, 13-ші, 40-ші орындарда уже топта тұр екен. Ал екінші товарымызды қарайтын болсақ, мінеки, аэрогриль высокочастотный ключевой сөз бойынша 154-ші, 162-ші, 225, 265, 431. Не себепті бұл товарда продажасы аз, ана товарда продажасы көп? Потому что бұл жерде позициясы өте алыста. Мінеки мына жерде наглядно көрсеткендей, бірінші товар мен екінші товардың разницасы. Не себепті? Продажа бірінші карточкада көп, екінші карточкада аз. Потому что бұл жерде инфографика бірінші влиять ететін, фотоконтент и одан кейін видеоконтент. Осының бәрі влиять ететін болады продажаға. Сол себепті видео, фотоконтентті, визуалды дұрыстай ағайын. Wildberries'та миллион табудың төртінші қадамы. Бұл жерде ішкі реклама. Внутренняя реклама деген осы. Сіздің 70% конкуренттеріңіз әлі рекламаны дұрыс қоса алмайды. Сол себепті продажалары өте аз болады. Мына жерде қарайтын болсақ, давайте рекламный кабинетке кіріп көрсетейік. Бұл жердегі мысалға мына товарды көрсететін болсақ, бұл жерде CTR 3/8. Мінеки, бұл жерде через полка жұмыс жасап тұр. Статистикасын қарайтын болсақ, міне, біз реклама қосу арқылы товарымызды топқа қарай көтеретін боламыз. Мінеки, бірінші қарайтын болсақ, бұл жерде 152 мың просмотр болған. Клик, міне, біздің карточкамызға 5934 адам кірген болатын. Осы кірген адамның бізде қанша адам сатып алды и корзинаға добавить етті, соны қарайтын боламыз. Мына жерде бірінші CTR-ды қалай есептейді? Показ, клики. Біздің карточкаға қанша адам кірді, қанша показ болды, сол бойынша формула арқылы есептелініп 3/8 деген шығып отыр. Бұл жерде қарайтын болсақ, 3/8 средний статистика. Енді біздің бір кісі карточкамызға кіргені үшін 7,87 рубль төлеп отырмыз. Енді арғарай қарайтын болсақ, бұл жерде корзинаға 829 адам добавить еткен екен. Енді арғарай
біздің стратегиямызға байланысты, если дұрыс рекламаны қосып топқа көтеретін болсақ, бұл жерде 90 заказ түсірген екенбіз. Затрата бұл жерде 46 000 рубль кеткен. Енді мінекей осы товарды қалай? Мысалға екі наглядный пример көрсетейін. Міне аэрогриль біріншісінде не себепті продажалар өте жоғары. Екінші аэрогрильді көрсететін болсақ, бұл жерде 0 продажа. Мінекей біріншісін қарайтын болсақ, 2 200 000 рубль айына жасап жатыр екен. 2 200 000 рубль айына жасап жатыр. Бұл жерде ключевиктерін обязательно тексеріп көреміз. Мінекей высокочастотный, среднечастотный и низкочастотный ключевой сөздер бар. Высокочастотный ключевой сөздермен товарыңыз топқа көтерілетін болса, сол кезде продажаларыңыз ататын болады. Вот, міне бірінші карточка бұл жерде органикасы 18-ші орында, 20-ші орында, 42-ші орында, 40-ші орында. Сол себепті бұл топқа көтерілген соң продажалары жақсы жүріп жатыр. Ал екінші карточканы давайте разбор жасайық. Мына жерде қарайтын болсақ, екінші карточкада міне высокочастотный ключевой сөз, аэрогриль. Бұл жерде айына 1 291 000 адам айына осы аэрогриль деп іздейді екен. Енді бұл карточка 225, 265, 431, 154 орындарда тұр. Сол себепті бұл жерде продажа өте аз. Бұл кісі рекламаны дұрыс настроить етіп отқан жоқ. Wildberriesте күніге рекламаға салу арқылы сіз алгоритмге сигнал беріп отырасыз. Wildberriesте сіз товарыңызды ішіндегі CTR, CPC, CPO, CPS соның бәрін тексеру арқылы сіз товарыңызды топқа қарай көтеріп, продажасын үлкейтетін боласыз. Сол себепті сіз товарыңызды рекламаға қосқан кезде товарыңызды обязательно топқа қарай көтеріңіз. И рекламаға қосуды, ақша салуды ұмытпаңыз. Wildberriesте миллион табудың 5-ші қадамы масштабтау және қаржылық есеп. Wildberriesте сіздің миллиондарыңыз именно осы этапта келетін болады. Сол себепті есепті четко жүргізу керек. Юнит экономиканы обязательно финотчетта ашып қарап отыру керек. Товарыңыздың себестоимости қанша, одан соң логистикасына қанша кетіп жатыр, хранениесіне қанша кетіп жатыр, налог қанша төлеп жатса, соның бәрін обязательно қарап отыруыңыз керек. Ең бастысы, бастапқыда, мысалға сіз 200 миллион оборот жасаңыз, и сол 200 миллион оборотыңыз, сол жерден сіз алып 50 миллионға мысалға үй алып қойыңыз. Сол уақытта сіздің оборотыңыз құлап кетеді, и содан кейін қайтадан сол 200 миллионға оборотқа шығу үшін қаншама уақытыңды жұмсайтын боласың. Юнит экономика, финотчетті күнделікті бақылап отырыңыздар. Егер таза пайда 20%-тен аз болып жатса, ол уже тревога. Обязательно ашып, дұрыстап қарау керек болады. Міне достар, қарап тұрғаныңыздай, Wildberriesте табысты болу, егер система мен стратегия болатын болса, бұл жерде табысқа шығу өте оңай. Бастысы, ең басында сіздерге опыт болу керек. Басында қадалып қалдым, там 1-2 рет қадалған кезде шығып кетпеуіңіз керек. Наоборот, дальше жұмыс жасау арқылы сіздер үлкен оборотқа шығасыздар. Осы жолды шатаспай, тез және табысты өткің келсе, мен саған арнайы ұсыныс дайындап қойдым. Описание бөліміндегі ссылкаға өтіп, менің тегін сабағымды ала отырып, 2026 жылы Wildberries арқылы үлкен ақша табуға шақырамын. Сонымен қатар өзіңізде ішіңізде қалған сұрақтарды Wildberries туралы соларды комментарийге жазып кетіңіз. Келесі видеода сол сұрақтарға жауап беретін боламын. До встречи, сіздермен болған Арман Сыдықбай. Сіздердің Wildberries эксперттеріңіз.